Аударып айтқан Мисахнұр. Осыдан бір жыл бұрын менің нағашым қайтыс болған болатын. Және біз қатты мұңайды. Анашым қатты жылады. Себебі анашым мен әжем қатты араласатын еді. Бір күні үстелдің үстінде тиын тұрды. Мен оған қатты назар аударған жоқпын. Анашым оны көре сала жылады. Оның неге жылағанын білмедім. Және мен анашымнан сұрадым. Сен неге жылап жатсың дедім. Сол кезде айтты. Егерде сенің жақын туысың қайтыс болса, ол сенімен сөйлескісі келсе саған тиын жібереді дедім. Және мен қорқынышты аруақтарды есіме түсіре бастадым. ютубтан көрген едім. Бұл маған қызық болды. Мен үйдің әрбір жерінен тиын таба бастадым. Мен қатты қорықтым. Құрбымның үйіне барғанда да мен тиын тауып алдым. Мен қатты шошып кеттім. Анам екеуміз көлікте келе жаттық. Мен анама, анашым, мен көп тиындар таба бастадым. Мен сәл қорқамын. Бұдан кейін тиын таппағаныма таңғаламын. Әлде әжем бұны естіп қойып, тиын жібермей жатыр ма дедім. Және тиыннан да басқа нәрселерден қорқа бастадым. Мысалы, бір күні мен үйде отқан кезде артымнан бір дыбыстар шыға бастады. Мен артыма қарасам ешкім жоқ болды. Мен қатты қорықтым, бірақ оған мән берген жоқпын. Ал дауыстар көбейе бастады. Мен қатты ызаланып қорықтым. Және мен орнымнан тұрдым да бөлмеме қарай жүгірдім. Мен қатты қорықтым. Мен нағашы әжемді қатты сағындым. Бұл оны естіп отқан шығар. Мен оның тиын жібергеніне мүлдем қарсы емеспін. Жіберсе жібере берсін. Мен оны ұнатамын. Ол тиын жібергені маған да ұнайды. Мен әжемді қатты сағындым. Назар аударыңыз. Егер сен осы видеоны көрген соң, сен тиын тауып аласың. Біз осы видеоны көрген соң, біз компьютердің алдынан тиын тауып алған болатынбыз. Егер де саған видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетеміз. Комментарийге өз аттарыңды жазып кетіңдер.